Ассаламу алейкум. Бүгін біз ең алғашқы, ең маңызды лапкаларымызға обзор жасайтын боламыз. Бұл бізде түймелік жасайтын лапка. Түймелік бізде любой бұйымда, яғни любой киімде петля болады. Бұл лапка дәл сол петляға арналған. Бұдан кейін мен басқа да 16 түрлі лапкаға обзор жасайтын боламын. Сол себепті каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ дәл осындай 11 лапканың наборын мен өзімнің подписчиктерімнің арасында ойнататын боламын. Сол себепті каналыма тіркеліп, және де белсенді болуды ұмытпаңыз. Сонымен бұл лапка бізде автоматты түрде петля жасайтын лапка. Бұл жерге мінекей мына жағымыз ашылады. Плюс еще полуавтоматты түрлерде болады. Мына жерге негізінде түйме қойылады. Осы түймені қою арқылы біз өзіміздің петлямыздың мінекей дәл осындай петлялар размерін, яғни өлшемін біліп отырамыз. Мен де дәл қазір қолымда ешқандай түйме жоқ, сол себепті мен шпульканы қоямын. Шпулькамызды дәл осы жерге бекітемін, одан кейін қажетті размерге дейін қысамыз. Дайын болды. Мінекей енді бізге бұл жерге қараңыз, петляларымыз әдемі және қатты болып шығу үшін мына жақта екі отверстие бар. Осы жақ шетке екі қабатталған жіпті орналастыратын боламыз. Ол үшін мінекей біздің лапкамыздың бас жағында осындай кішкентай ілгек бар. Осы ілгекке қоямыз. Астын қараңыз. Астында бізде екі бөлім болады. Осы екі бөлім арқылы өтеді. Мінекей көрдіңіз бе? Екі жақ шетке жіптеріміз қойылады. Сосын мына темірге осын басқаннан кейін жай ғана астыға тартатын боламыз. Сол кезде біздің жіптеріміз орналасады. Мінекей бұл бізде жаңағы петлямыздың жүретін жолы. Сіздің түймелігіңіз сапалы және әдемі болып шығу үшін. Енді бізге осы лапкамызды орнату керек болады. Ол үшін біз мынау стандартный лапканы көтеретін боламыз. Яғни бұны артындағы рычажок болады. Соны көтеру арқылы осы лапкамызды алып тастаймыз. Бізге қажетті лапканың түрі орнына қоямыз. Және де осы мына лапканы көтеріп түсіретін рычагтың көмегімен астыға қарай түсіреміз. Сонымен мінекей біздің лапкамыз орнатылды. Лапка орнатып болғаннан кейін мына жақ бөлімінде бізде дәл осындай кішкентай рычаг болады. Осы рычагты тарту керекпіз. Мына жақты байқасаңыз өзінің белгісі тұр, осы петляның белгісі. Енді настройкасына келетін болсақ, мінекей обычно бізде түзу тігісіміз ада тұрады. Яғни мінекей бұл мендегі петля жасайтын белгі, міне дәл осы автоматты түрде жасайды. Және де ширина шага дейді. Мен осыны мына бір жасыл ой фиолетовый түсімізден сәл ғана ауыстырамын. Міне бірдің айналасына болады, плюс-минус. Сапалы және әдемі петля жасап шығару үшін, яғни сіздің бұйымыңыздағы түймелігіңіз сапалы болу үшін бір-екі құпиясы бар. Сол құпияларының бірі. Например, мынау сіздің жеңіңіз немесе жаңағы рубашканың алды дейміз. Бұл жерге сіз өзіңіздің петляңыз тұратын жерді бірінші белгілеп алу керек боласыз. Міне дәл осылай белгіленді. Мынау басталатын жері, мынау соңы. Размерін бізде лапка өзі белгілеп шығарады. Екіншісі дәл осы түймелік тұратынның асты, яғни астарымыз бізде обязательно міндетті түрде дублиринмен обработка жасап кішкене қатайтылады. Ол не үшін? Болашақта сіз сол түймелігіңізді кескен кезде, киген кезде, шешіп киген сайын осы түймелігіңіз ұзағынан служит ету үшін, плюс еще жыртылып кетпеу үшін. Бұл дайын болды да, екіншісі. Және де үшіншісі, көп жерде материал бізде транспортеріміз астында болғаннан кейін матаны шайнап, мұжып, сондай болады. Сол болмау үшін біз жай ғана осына қарапайым ақ қағазды аламыз да астыңғы жақ бөлігіне орнатамыз. Орнатқаннан кейін уже тігуге көше беруге болады. Мінекей біздің лапкамыз. Өзіміздің белгіленген точкамыз бар. Осы точкаға келтіреміз, мына сызығымыз. Осы сызыққа ориентирді ұстаймыз, лапкамызды төмен түсіреміз. Енді бисмиллах деп өзіміздің тігісімізді бастайтын боламыз. Автоматты петля жасайтын машинкалар оны өзі толығымен істейтін болады. Сізге просто педальді басып отыру керек болады. Бисмилlah.
біздің идеальный петлямыз дайын болды. Кезімізге көрсететін боламын. Мінекей қараңыз, қандай әдемі петля болып шықты. Бұның құпиясы мен сізге жаңа айтқан болатын. Жібімізді орнатамыз, одан кейін астын дублиринмен обработка жасаймыз және астарымызға қағаз қоямыз. Бұл қағаз бізде оңай шешіледі. Тазалап алып тастауымызға болады. Артық жіптерін алып тастаймыз. Сонымен біздің петлямыз толығымен дайын болады. Екінші бөлігін дәл солай. Сонымен дәл осы лапканың көмегімен осындай идеальный петля жасап шығуға болады. Егер де сізге видео пайдалы болған болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, басқа да тігіншілер чатына жіберіңіз, пайдалы болған деген адамдармен бөлісіңіз.